Күніне 50 ұлан, оларды күтіп алып, құжаттарын түгендеп, денсаулығын тексеріп, әскерге аттандыру, 100 сұрағына жалықпай жауап беру, отан алдындағы парызын түсіндіру. Мақсат Елбетеровтің күндегі жұмысы осы. Ол 3000 сарбазды өз қолымен шығарып салған. Соның барлығына мен қатысам міндетті түрде. Себебі осы 3 жыл бойы әскерге шақыру бөлімінде жұмыс істеп жатырмын. Солардың құжаттарын дайындап, соларды шығарып салу, соның барлығына қатыстым. Міндетті түрде жауапкершілік болу керек біріншіден. Сосын төзімділік болу керек. Қызметті таңдағаннан кейін қиындыққа да барлығына төзіп білеміз. Мақсат Елбетеровтың жұмыстағы тұлғасы ерек. Қызметтестері оның кішіпейілдігі мен еңбекқорлығын бағалайды. Біздің әскери шақыру бөлімінің нұшқау сержанты өзіне қойылған тапсырмаларды нақты, уақытында, жауапкершілікпен орындайды. Беделді өзін жоғарыдан көрсететін болашақта офицер деп айтуымыз болады. Елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласында біздің ата-бабаларымыз ұлан-ғайыр даланы ғана қорғаған жоқ. Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын бізді қорғады деп, ел қорғайтын ерлердің ұлы істерін атап өткен болатын. Енді осы аманатты қастерлеу ұландарымыздың міндеті. Айсара Айтман, Саламат Қайыпов, Айнақпарат.